Баршаға сәлем, бұл Miratrix. Жаңа ниндзя тасбақалар шықты. Соны көріп шығып, бірден сіздермен өз ойыммен бөліскім келеді. Және де оған қоса тасбақалардың тарихын айтып бергім келеді. Сондықтан қоса жайғасыңыздар. 1976 жылдан бастағым келеді. Сол кезде жасөспірім, бүгін бұл сөзді жиі естиміз. Жасөспірім Кевин Истман әйгілі Джек Кирбидің комикстерін оқиды да сурет сала бастайды. Стенка бар ма, қағаз бар ма, көрінген жерге суреттер салады. Сөйтіп бір кезде оны мамасы байқайды. Сен суретті жақсы салады екенсің, басқа затқа жоқсың, сондықтан суретке бір ынтаңды салып, үздік болуға тырыс деп әңгіме айтады. Ол сол мамасының сөзін оқып алады. Әкесі болса дұрыс жұмыс таба ал өзіңе дейді. Құдайға шүкір, әкесін ешкім тыңдаған жоқ ол кезде. Және сол жылы 22 жасар Питер Лейерд университетті бітіріп, аздап-аздап комикстерді сала бастайды. Ол да айтпақшы Джек Кирбидің үлкен фанаты. Сөйтіп 1977 жылы, келесі жылы Кевин Истман бір журналға тап болады да, баспалар штатына енбей, соған тәуелсіз автор болып комикстер салуға болатынын біледі де, комикс суретшісіне оқимын дейді, универге түседі. Универден бірақ кетіп қалады. Біріншіден ақшасын төлей алмайды, екіншіден одан суретші жасамақшы болады, а ол комикс саламын деп арманына кішкене асығатты, кішкене апай ағайлармен ұрысып қалады. Сөйтіп бір кезде басқа штатта Скат деген баспа бар екенін біледі, сонда жұмысқа кірмекші болады. Сөйтіп Кевин Истман ол баспаға жеткен кезде баспа жұмысын өзгертеді. Олар енді баспа емес, жарнама агенттігі болады. Енді Кевин Истман келеді, енді мен не істеймін онда дейді. Олар суретіне қарайды Кевин Истманның, сөйтіп Питер деген бір жігіт бар, соның нөмірін берейік, екеуің де бір түрлі бір нәрсе саласыңдар, бір нәрсе шығарыңдар, екеуің ойлап тауып дейді. Питер Лейердтің нөмірін береді. Сөйтіп 1983 жылы, 40 жыл бұрын Питер Лейерд пен Кевин Истман танысып, бір үйде екі көршілес пәтер жалдайды. Сөйтіп бос уақытысында екеуі көп әңгімелеседі, бір суреттерді салады, бір-біріне көрсетеді деген сияқты. Сөйтіп күндердің бір күнінде Кевин Истман нунчак ұстап тұрған тасбақаның суретін салады. Сөйтіп досына көрсетсе, досы шабыт алады да тағы үшеуін салады. Сөйтіп олар Marvel комикстерін мазақ қылмақшы болады. Өйткені олар тасбақалар, екі аяқтап жүретін тасбақалар, үйрек Говард сияқты, сосын Daredevil, яғни сорвиголова сияқты ниндзя болсын дейді. Сосын X-мендер сияқты мутант болсын дейді, және титандар сияқты жасөспірімдер болсын деген бір әлем ойлап табады. Және де оларға қарсылас болып ірімшікті ұсақтайтын терка бар ғой, сондайды киіп алған бір адам болсын. Атында Шредер деп қояйық, өйткені терканы Шредер деп атайды олар. Сөйтіп бір әлем ойлап табады. 1984 жылы олар Кевин Истманның көкесінен $1000 алады да, сол тұрып атқан үйлерінде баспа табады, Мираж деген. Сөйтіп қара ақ қылып бірінші комиксін салады, шығарады, кішкене жарнама жасайды да, анау комикс деген кәдімгі хит болып кетеді. Бір жылдың ішінде ақ комикс әлемінің бір рок-н-ролльщиктеріне айналып кетеді, өйткені тасбақалар деген хит болады кәдімгі. Сөйтіп 1987 жылы Истман мен Лейерд Playmates Toys деген компанияға лицензиясын береді, және олар ойыншық шығармақшы болады. Бірақ сол ойыншықтарға балаларды қызықтыру керек қой. Сөйтіп олар бетіп трансформерлерге қарайды да, мультфильм жасайық, мультсериал жасайық. Соң кезде балалар сол мультсериалды қарайды да, әке-шешесіне ойыншықты алып бер деп айтады деген мақсатпен мультсериал жасамақшы болады. Сол кезде біз білетін тасбақалардың повязкаларының түстері пайда болады. Өйткені бұрын бәрінің түстері бірдей болған, ал енді ойыншықтарды сату үшін кішкене айырмашылықтары болу керек олардың. Сөйтіп оларға бөлек-бөлек повязка береді, және бөлек-бөлек қару береді. Және сол қару тарихы қызық. Өйткені мейірімді Леонардоға мысалы қанжар катана береді, қызуғанды Рафаэль қорғанатын сай ұстайды. Ебедейсіз Микеланджело мысалы ерекше пысықтықты талап ететін нунчаки ұстайды. Ал өте ақылды бір Донателло қарапайым таяқ ұстайды. Сондай бір әзілдері бар. Тағы бір қызықты факт, сол мультсериалда тасбақаларды бірінші рет көрсеткенде олар көлеңкеде тұрады, және түстерін көрмейсің, ол бірінші сол комикске отсылка. Сөйтіп біз оны мысалы сенбі күні сағат 8:45-те тағатсыздана күтетінбіз, есімде ол. Және мультсериалдың басында айды көрсетеді, сол айды көрмей қалсаң кәдімгі қатты ренжисің, жылайсың деген сияқты. Сөйтіп алғашқы 5 жылда 92 жылға дейін сатылған ойыншықтар 1 миллиард пайда алып келеді. Не деген ақша ойлап көрсеңіз, сол кезде 90 жылдар. Сөйтіп 1990 жылы мен туылған айда сәуірде Черепашки ниндзя деген фильм шығады. Ол 13 миллионға түсірілген және 201 миллион жинайды, соншалықты қатты хит болған. 96 жылы тасбақалардың фанаты, бірінші фанаттары кішкене есейіп кетеді, франшизаға қызықпай кетеді, содан сериалда тынады.
фильмдері де шықпай қалады, өйткені 3 фильм шыққан 90-шы, 91-шы, 93-шы жылдар. Сөйтіп тасбақалардың бірінші хайпы 96-шы жылы бітеді. Бірақ 2001 жылы біраз жылдар бойы ұрысып келе жатқан Истман мен Лейрд жұбы тарап кетеді. Питер Лейрд Кевин Истманнан праваларды сатып алады. Сөйтіп өзі сол тасбақалар әлемінің жалғыз ғана атасы айналады Питер Лейрд. Тағы 2 жыл болса, 2003 жылы жақындап қалдық. 2003 жылы тасбақалар туралы комикстің фанаты Ллойд Голдфайн мультсериал жасаймын дейді, бірақ оны Питер Лейрдпен ақылдасып жасайды. Өйткені Питер Лейрдқа бірінші сериал 87 жылғы аса қатты ұнамайтын. Сөйтіп ол Питер Лейрдпен ақылдасып, әлемді қайта құрады. Сөйтіп мен білетін бізден жас балалардың көбісі сол 2003 жылғы сериалдан тасбақалармен танысып, соларға қызықты. Сөйтіп жаңа мультсериал шығады. 2009 жылы бұл керемет сериал бітеді де, оның аяқталуына орай Ниндзя тасбақалар мәңгіге деген толық метражды мультфильм шығады. Онда 2003 жылғы тасбақалар 87 жылғы тасбақалармен көрсетті. Сосын сюжет желісі бойынша комикстегі тасбақаларға тап болады. Сөйтіп сондай үлкен бір мультивселенная, Marvel мен DC қазір ғана жетіп жатқан мультивселенныйны тасбақалар сол 2009-да бұрыннан бұрын көрсетіп қойған. 2010 жыл тасбақаларды Nickelodeon сатып алады. Сөйтіп жаңа аудитория алып келмекші болады. Кішкентай бүлдіршіндерге сол мультсериалды жаңартады 3D форматында, бірақ оған мысалы кішкентайлар қызықпайды, ал үлкендер оларға андай мазақ сияқты көрінеді. Сөйтіп ол сериалда аса ешкім қарамайды. 2014 жылы ойыншықтарды киноға айналдырғанды жақсы көретін Майкл Вей Меган Фокспен фильм шығарады. Ол жақсы жинайды, оны айтқам өткен шығарылымда. 2016 жылы екінші бөлімі шығады, ол жаман жинайды. Сөйтіп ақыры ол франшиза ешнәрсе етпейді, алысқа бармайды десек болады. Сыншылар тасбақалар халыққа ұқсайды ғой, үлкен сондай бір сын айтады. Сөйтіп тынады ол мәселе, бірақ Nickelodeon ойыншық сату керек қой. Сөйтіп олар 2018 жылы Nickelodeon қайтадан сериал шығарады. Оны көргенде шығарсыздар, ол жерде тасбақалар, түрлі тасбақалар, бірдей емес. Файл үлкен, Леонардоның татуировкалары бар, мияқта сондай бір нәрсе. Сөйтіп 30-ға таяп қалған алғашқы фанаттар Nickelodeon'ды балағаттап тастайды десек болады. Өйткені ол зат ешкімге ұнаған жоқ. Өте андай детский қыз жүрген. Сөйтіп 2 жылдан кейін бұл сериалда тынады. Сөйтіп 2020 жылы Голливудтың басты тентегі Сет Роген Nickelodeon'мен келісетті, жұмысқа кіріседі. Негізі Сет Роген тасбақалардың үлкен фанаты, және де олардың жасөспірімдер екеніне бөлек назар аударады. Өйткені ол өзі тасбақаларды жасөспірім кезінде қараған, және де сол жасөспірімдер фильмдерінен өзіне ат жасап алған, жасөспірімдер фильмдерінің бір мастері десек болады оны. Сөйтіп ол жұмысқа кіріседі. Олар кәдімгі қоғамға кіргілері келеді. Бұл тасбақалардың айырмашылығы. Біз уже жаңа шыққан тасбақалар туралы айтып жатырмыз. Шатасып кетсеңіздер, олардың басты проблемасы үлкендер олармен санаспайды. Солар санасын деп, сондай ниетпен олар супергеройский нәрселерді істейді, төбелеседі и так далее. Сондай жалпы. Содан соң бір рахмет айтқым келгені, Marvel мен тасбақалар жалпы былай параллельно келе жатады. Өрмекші адам деген шықты ғой. Биыл 2-ші часть шықты. Сол мультфильмнің ерекше рисовкасы қазір вообще жалпы әлемді өзгертіп жатыр. Өйткені етік киіп алған мысық деген бар, кот в сапогах. Оның да рисовкасы өзгерді, және тасбақалардың да жаңа рисовкасы сол өрмекші адаммен шабыттанғанын байқайсың. Фильмдегі музыкаға бөлек тоқталғым келеді, өйткені оны жазған Трент Резнер және Атикус Росс. Олар әлеуметтік желі мен душа, яғни жан мультфильмдерімен жұмыс істеп, 2 рет Оскар алған. Өте мықты кісілер және жұмысын өте мықты атқарды. Мультфильмнің саундтрегін кәдімгідей бөлек тыңдасаң болады, кайфтайсың. Сюжетке тоқталайық. Сюжеттің басты тақырыбы әке мен бала қоғамда өз орнын табу деген тақырыпта көтеріледі. Шағын бір спойлер айтып жіберейін, ана тышқан Сплинтер деген. Ол оны кезінде адамдар тепкілегенде, сөйтіп ол адамдардан қорқып қалған. Содан ол мутант болғанда Джеки Чанның фильмдерін көрген ғой. Сол фильмдерде көріп үйренгенін тасбақаларға үйретеді, чтобы олар адамдармен көрісіп қалса, өзін-өзі қорғай білсін деген темаларға. Сөйтіп кунг-фуға үйретеді оларды. Орталық конфликт ол сол әке мен бала тақырыбы, яғни Сплинтер адамдардан қорқады, ал тасбақалар сол адамдармен бірге бір қоғамда тұрғысы келеді. Әке мен бала бір-бірін түсінбей қалады. Айтпақшы, Джеки Чан сол Сплинтерді дубляждайды. Ағылшынша қарайтын болсаңыздар. Жалпы
дубляждаға қатысқан каст өте мықты. Олар Сет Рогеннің өзі, Джон Сина бар, Пол Рад, Айс Кьюб, Джанкарло Эспозито, өте күшті бір состав, бірақ біз оны байқамаймыз, өйткені бізде орысша дубляж қай елде жасаған білмеймін, жаман емес десек болады, жаман емес. Қызықты факт, тасбақалардың өздерінің оригинал нұсқасында, ағылшынша нұсқасында шынымен жасөспірім актерлер дыбыстайды, күшті. Айтпақшы, бұл фильмде Шредер жоқ. Біріншіден мен кішкене бұл жайт мені кішкене көңілімді түсірді. Сосын фильмді қарағанда мен түсіндім неге Шредердің жоқтығын. Өйткені ол Шредердің орнын басқан зұлымдық көзі Суперфлай деген шыбын, және ол да әкесінің махаббатын іздейтін бала. Негізі ол да жасөспірім, қарапайым жасөспірім. Және бұл фильмнің бір қызықты моменті, тасбақалар да мына шыбында әкелерінің ойын өзгертемін деп жалпы проблемалары бірді көтеріп жатқан. Әкелеріне бір нәрсе дәлелдегісі келеді. Тасбақаларда, шыбында. Бірақ жолдары екі түрлі. Бұндай үлкен тақырып тасбақалар әлемінде біраз жылдар бойы көтерілмеген деп ойлаймын. Сол бір серьезный моменттері өте ауыр тиеді, бір ойлануға ой береді деген сияқты. Сонысына рахмет айтқым келеді Сет Рогенге. Шредер бұл оқиғаға керек емес та, бірақ келесіде шығып қалуы да мүмкін, неге жоқ дегендей. Шолуға оралсақ, мультфильмнің керемет тұстарының бірі сілтемелер, отсылкаларды кәдімгі шелектеп төккен олар. Сэм Смиттен Шрекке дейін, ТикТоктан халыққа дейін өте көп отсылкалар бар. Катты Крабқа жұмыс көп ертең. Эйприлдің кішкентай қылғанына кішкене өкінгенім бар еді, бірақ сосын оны да түсіндім. Эйприл О'Нил бұл жерде журналист емес, арнаға жұмысқа тұрғысы келетін жасөспірім, ол да жасөспірім. Яғни бұл фильмде үлкендер мен үлкендердің мәселесі жоқ. Барлығы жасөспірім, сол жасөспірімдердің қоғамда өз орнын тапқысы келеді. Сол туралы мультфильм. Жалпы қай кейіпкерді алсаң да, оның басты бір мақсаты қоғамда өз орнын табу. Және де сол айтып кеткендей жолдары түрлі олар. Негізі Nickelodeon жаңа аудиторияны алып келгісі келгенін есте сақтасақ, Сет Рогенді жалдағаны өте дұрыс болды. Өйткені егер сіздер тасбақалармен таныс болмасаңыздар, кішкентай болсаңыздар, сіздер жаңа әлем ашасыздар. Өздеріңізге бәрін керемет түсіндіріп берген Origin кәдімгідей. Ал егер сіз мен сияқты бір 30-дан асқан сол тасбақалардың фанаты болсаңыздар, сіздерге өте көп әзіл болады ана жерде. Кішкентайыңыздан жақсы көретін заттардың көбісін әзілдеп көрсеткен, және де сіз бір ностальгиялық кайф ұстайсыз деп ойлаймын. Миллиард жинаса да, жинамаса да, бұл мультфильмнің екінші бөлімін уже айтып қойды, екінші бөлімін шығарамыз, және тағы бір сериалы болады. Бұны енді Сет Роген осы бірінші частьтағыдай дұрыс істесе, бәрі керемет болады деп ойлаймын. Барыңыздар, көріңіздер, комментарийде талқылап тастайық. Осымен тамам менің бүгінгі айтарым. Кавабанга. Келесі Марго Робби шығады айтпақшы. Каналға жазылып, лайктарыңызды басып, дайындалып отырыңыздар.